Аюдың өті. Авторы Қадырбек Сегізбайұлы. Күзгі орман іші қызы ұзатылып, қызығы тарқаған ауылдай тымыш-отаң тым көңілсіз көрінген. Биік-биік таулардың сай-саласын толтыра біткен қалың қарағай орманының ортасы жылдың қай мезгілі, қай маусымы болса да көңілсіз болған емес. Өз базары мен өз қызығы өзінде дегендей таулы өлкенің тіршілігі бір сәтке тыным табуды білмейтін. Тіпті 6 ай қыс ішінде де адам баласының ізі түспес қалың нудың тіршілік тынысы жалғаса берер еді. Аспанның кіндігіне төбесін тірегісі келгенде шаншыла біткен мұз бас шыңдар, үңірейген терең шатқал құздар, басын тауға да тасқа да соғып тулап ағар аса өзен, шүлдір-шүлдір, сылдыр-сылдыр ерке бұлақтар, бәрі де табиғат шебердің бір-біріне үндестіре шымдастыра жасаған мінсіз туындысы. Осынау бой жеткен кейіпте сұлулықты алғаш көріп тани білген, онымен бетпе-бет дидарласқан жан жалыға алмас еді. Ал осы өлкенің бөлінбес бөлшегі тіпті бір төлі сияқты болып кеткен мерген үшін осынау таулы өлкенің жөні бөлек. Қазіргі сәтте күздің үйіре соққан мазаңда өтімді қара соғы болмаса табиғат шіркін бәз баяғы кербездігінен, бәз баяғы кереметінен танбай-ақ тұрған, бірақ айнала мергенге сонша көңілсіз көрінген. Күздің қара суығын қойып, қыстың ақ дүлей боранында да туған табиғат таулы өлкесі көңілсіз боп көрінбес еді. Көңілсіздіктің себебін, ішкі әлемін кешелі бүгіндері жайлап алған әлдеқандай бір ашу-ызаның ғана әсерінен іздеген жөн болар. Бір жағы тәуліктен астам уақыт нәр сызбаған аштық, екіншіден қырқылжың жігіт шағынан бері сенімді серігі болып келе жатқан қаһарлы да қандауыз қаруы ақшулағының ойда жоқта қолды болуы мергеннің ызасын келтіріп қабағын аштырмағаны рас болатын. Ер азығы мен бөрі азығы жолда деген қағиданы бала кезінен қатты ұстанатын аңшы мылтық асынып тау кезген кезден бері үйден шыққанда 5-6 қайнатымға жетерлік шайы мен 1-2 уыс тұзын қаралақ қоржынның түбінен тастамайтын. Жолға одан басқа бір түйір дән алып шықпайтын. Аңшылықтың серті солай, шикілі пісілі, ыстықты суықты, қоюлы сұйықты азығын арқалап жүргендер жолына өзіне сенбейтін сенделмелер. Ондайлардың жолы болмақта емес. Көзін қарайып әбден бұрылуға тақаған кезде мылтығыңның аузы қандалып даланың әлдебір адал аңын сұлатып салсаң, шіркін, терісін сыпыра сала шек қарнын ақтармалап жіберіп тез пісетін көкбауыр қос бүйрегімен айналдырылған 4-5 қарыс майлы тоқ шегін лау қып жаққан қарағай шоғына күлді көмеш құйқалақ қып шикілі пісілі асап қарын жұбатар пісіріп жегеннен өткен не бар? Әне, сонда бірер тәулік тау кезіп тас басып жортумен шаршағанның қарны ашып, көзіңнің қарайғаны, тілің аузыңа симай шөлдегенің, тіпті киіміңді қараған бүргенге тырнатып жыртқаныңның бәрінің де қарымтасы. Бір сәтке өтеліп жанкешті кәсібіңнің азабы қолма-қол ақталғандай сезінерің бар. Бір өмірді қиғаны үшін бір өмірдің шаттанатыны адам жанының түсініксіз көп қалтарысының бір пұшпағы екенін аңшы кей-кейде сезіне тұра бұл рақатын басқа қызықтардан ала бөтен тым оқшау, тым бөлекше жанына жақынырақ көретін. Сонан соң арғы жағына ел қонғаннан кейін қанжығада жүрер қара шәугімге су толтырады да отқа қойып шыққан аңның қызылын асықпай, желік-желік қып бұтарлауға кірісер еді. Бар жұмысын жайғап болған соң асықпай отырып шай ішуге отырады. Шай болғанда да бұл шіркін жұрт сияқты грузин шайы, үнді шайы дегендерге дәнігіп көрмеген. Жыл 12 ай бойы өзі әзірлеген шөп шайды ғана мойындайды. Біреулер мәтірешке атап кеткен таудың күлгін гүлді шөп шай өсімдігінің жапырақтарын шілде түсе 2-3 қап жинап, оған жабайы қарақат таңғурай жалбыз жапырақтарын қосып су сеуіп қараңғыға сәл қыздырып алады да кептіреді. Сонан соң жентектеп шотпен шауып ұсақтайды. Өзі сусын, өзі дәрі. Шайға қанып шөлін басқан соң шәугімін шайып еттің шырайлы жерлерінен салып отқа қояды. Бұл тағамы жатарда жеуге де, ертеңгісін қаужауға да жетеді. Кешегі сиыр түс кезінде атқа қонып тауға бет алған кезде кеш батып, ымырт үйірілгенше қарауылға бірдеңе ілініп қалар деп дәмеленген. Жүгіргеннен қоян, ұшқаннан құр, ұлары сияқты бір қаужауға еркін жарап ашөзекті алдау сұратар нәпақа
Ымыр түйілгенше талай кезіккенмен азды місе тұтпауға әдеттенген қу көңіл белжемдірек, болымдырақ олжамды мылтық үнімен текке үркітіп маңымнан бездіріп алармын деген сақтық дәмемен жүріп ақыры бұратылып аштан жатуға мәжбүр болған. Белжемдірек дегенде айыр тұяқ адал аңды былай қойғанда осы жолғы аңшылығының негізгі мақсаты аю ату үшін келе жатқанын да ол бір сәтке ұмытпаған. Алдымен діттегенін орындап көңілін бірлеп алғанша орман ішін көшіріп мылтық атпауға ден қойған. Бүгінгі күнде түстен ауып, алыста мұнартып жатқан тарбағатайдың сиыр бүйрегіндей бұлтық-бұлтық болып көрінер қалың быдырығына барып ек сүйгенге дейін де әлі тырс еткізіп оқ шығара алмай қор болды. Тәуліктен аса уақыт нәр сызбай жүре беру мергеннің алпыстың жуан ортасын аралап кеткен. Әжептәуір ғұмырында талай көріп әбден көндіккен үйрешікті құқайы. Сондықтан оған бола қиналып жаны жабырқатпас еді. Бұған бататыны белгісіз бір сумаң жүрістің 40 жылдан бергі екінші үйіндей болып кеткен қойма үңгірін тінтіп тығулы жатқан қымбатты қазынасы жан серігі Ақшолақ атандырған қандауыз мылтығын бүкіл оқ-дәрісімен қоса өптеп кеткені. Заң қатайып заман өзгеріп таудың жүгірген аң ұшқан құсынан оны қорғаушы айғайшылар көбейген кейінгі жылдары мерген Ақшолағын күркелінің көп жартастарының көзден таса бір жақпарындағы жасырын үңгірге тығып қоятын. Шошаң еткізіп мойнына асқан мылтығы жоқ салтатты кез келген орман шолушысына жолыққан кезде жоқ іздеген еш зиянсыз малшы қойшы бола салар еді де үңгіріне кіріп қайта шыққанда нағыз қос аяқты көкжалға айналар еді. Табиғат жоқшылары жылы төсегін қимай жатқан таң алагеуімде ақ мерген өз несібесінен бұйырған дала ырыздығының бірін жығып тастайды да етін үңгіріне жеткізіп боршалап тастап асықпай тұздап отырар еді. О, шіркін, ол да бір өтті кетті уақыт екен ғой. Тау кезіп жүрген біреуден Ақшолақты атан өгізге баспа-бас айырбастап алған тұсы қынабынан суырған қылыштай қылшылдап тұрған. Ой-хой 25-тің ожақ-бұжағы еді-ау. Алып жүруге қолайлы, тіпті күпінің жеңіне тыға салуға оңтайландырып, ұзын ұңғысын ортан белінен кесіп алған оқ қоймасының кеңдігі 28-ші деп аталатын қарапайым опырма мылтық алғаш қолына түскен кездегі қуанышы ерекше еді. Ол жай ғана опырма құс мылтық емес, өзінше сыры бар өзгертіліп жетілдірілген қарапайым ғана өнер тапқыштың жемісіндей қару. Жескіретін оқ қоймаға бесатардың оқ қойма ұңғысын салып, оны бесатардың оғымен оқтауға болатын. Сөйтіп кәдімгі құс мылтық қаһарлы қаруға оп-оңай айналатын. Керісінше құр ойнақты аңдап құс атқысы келсе, мылтықтан бесатардың ұңғысын алып қалтасына салады да бытыралы оқпен оқтай қоятын. Сөйтіп Ақшолақ осындай әмбебаптығымен де қымбат еді. Және ол жылдары әй, таудың жазықсыз аңын неге ата бересің дейтін бір жоқшы кездеспейтін. Әнеки сол заман еді мергеннің атағы шығып дәуірлеген кезі. Мылтыққа баспа-бас кете барған атан өгіздің құны бірер жазда еселеп қайтқан болатын. Қанжығасын қандамайтын күн сирек, қай ауылға келсе де елдің еркесі де серкесі де өзі ғана. Мұны жұрт таудың бейкүнә аң құсы емес, ата жауларын сұлатып салып келген қас батырдай қуана қарсы алар еді. 90 үйлі тобырды аң етімен асыраған қамбардай күтіп қастерлер еді. Өзін төрлеріне оздырып Шолақ бесатарды керекелеріне ілер еді. Сонан соң қай тұстан аю алды, қай тұстан бұғы жықты бәрінде қиста тыңдағандай тамсана отырып құлақтарын түрер еді. Бұл күнде ел пейілі тарыла бастады. Аңшылықтың әңгімесін тыңдағанды қойып, мұның қатын баласын аң етімен асырайтынын көре алмайтын көзіне топырақ құйылғырлар көбейді. Әңгіме тыңдағанды қойып, аң қорығыштарға бүкіл таудың аң құсын құртып жүрген қорқау міне мынау деп ту сыртынан сұқ саусағын шошайтып, нұсқап жіберетін іші тар шегі жидігірлер молықты. Тіпті бір жылы 12 салалы дөнен бұғыны атып әкеліп ашық қуырдақтатып отырғанда аң қорығыштарды әкеліп үстінен түсірді-ау. Әйтеуір айып ажынан молынан төлеп басын әрең арашалап алып қалған. Абырой болғанда Ақшолақты сандықтың түбіне орап тастаған еді, оны таппады. Шолақ мылтықтың аузын иықтан қылтитып асынып жүрер кез сол оқиғадан соң келмеске кетті. Мұның қасқырды жасқап, құсатар кеңөңеш арзан қол мылтықтарын тәркілеп алған болысты.
Оған әттеген-ай деп бармағын шайнап қиналған мерген жоқ. Өйткені бұл тұста тон жеңіне тыға-тыға құндағы аппақ болып ақшолақ атанған қаһарлы қаруының сандық түбінде жатуы көңіліне медеу еді. Содан кейін ғой тірнектеп жиған барша оғымен бірге сенімді серігіне мүлде үй бетін көрсетпей, көркеледегі үңгірді бір жола мекен ғып берген. Қолында мылтығы өңгеріп келген аңы болмаса да, бұл шіркін колхоздың қойын қатын баласына қайыртып өзі аң қуалайды деген қаңқу сөз жиі естіле берген соң колхоз бұдан малын санап алып шабындықтың қорықшысы етіп қойды. Бәрібір мерген қынған жоқ. Тау етегіндегі сай-саланың шаппасын балаларына қорытып, түн асып ақшолағы күтіп жатқан үңгірді бетке алатын. Баратында таң алагеумен орман ішінен өзіне деген нәпақасын айыратын, тіпті аңшылықтың сәті түспей мылтығының аусын қандай алмаса бұрыннан сүрленіп тұрған еттен бала шағасының сорпалығын алып қайтатын. Ақшолағы барда малы түгел, қорасы бүтін сияқты еді. Енді міне, бірақ күнде ұрлықты кімнен көріп кімге соқтығарын білмей, тұмсығы тасқа тиген кете балықтай дал болып келе жатқан жайы бар. Көп жылдан бергі мергеннің таутас кезге мазасыз тіршілігіне әбден көндігіп сыралғы болған қарагерін бос қоя салып, ол тағы да биік шоқының басына қарай өрмеледі. Жеміне шапқалы тұрған жолбарыстай әр дыбыс, әр сыбдырды қалт жібермей, жиі тың-тыңдап, еппен мысық табандап басады. Құданың құдіреті. Соңғы 4-5 жылдың беделінен бері аңға шығып тау кезбесе, түн қатып түсі қашып бөрі жортаққа салмаса, оң жамбасының ұршығы сыздап жүргізбейтінді шығарған. Кешелі бері ауырғаны құлан таза сауығып кетіпті. Үйде ақсақ, түзде сау тіршілігіне өзі де таңдана бастаған. Көзімді тырна башқалы осы сауыр сайханның қолат қойнауын тінткілеумен өмірім өтіп келе жатқаннан ба, биікке шығып жаяу жортпасам аяғымды баса алмай қаламын. Менің ием де кием де тау ғой жарықтық деген уәжін бұл күнде басқаны қойғанда өз отының басында отырған келін кепшік бала шағада түсінуден қалған. Аңға шығатын күні жол қамын өзі жасап асын қамдап дегендей тойғызып аттандырар зайыбы еді. Ол жазғанның орта жолға келгенде мергенді жетім шала тандырып, оралмас сапарға бет бұрғаннан бері де сауыр 2 дүркін түлеп, ағаштары 2 дүркін жапырақ сарғайтыпты. Орта жолға келгенде атың өлмесін, орта жасқа келгенде қатының өлмесін деп айналайын бұрынғылар білмесе айтқан ба. Әйелі барда бәрі де үйреншікті солай болуға тиісті. Әбден заңдасқандай әрекет сияқты еді. Әр басқан қадамының кейінгілерге теріс болып көрінетіні онымен қоймай, ақыл үйрететіндері қинайды ғой бұл шіркінді. Әке балаға сыншы болушы еді, қазір керісінше балалар әкеге сын айтқыш, тіпті мінтаққыш болғысы келеді-ау. Ол кешеден бері нәр сызбағанын да ұмытып биік шоқының басына ентікпей жетіп асып жеткен. Жермен жексен болып жата қалып, айнала қолат қойнауды қалдырмай дүрбімен тінткіледі. Алашазда ел жайлаған жайлаудың сары жұртына алсындап қайта шыққан көк балауса беткейлерге жайып тастаған дөңгелек дастархандар сияқтанып көзге алыстан шалынады. Жарықтық сынтас пен айғыр көмгеннің жотасына қар түсіпті. Биікке келіп қонақтаған қысқа баршысы етекке қарай аяғын созар мезгілін күтіп жатқанындай. Аштан өліп кетсем де қара мылтығымның аузын қандамай таудан түсе алмаспын, деп бекінді ол. Баяғыда еді ғой, аю атса, әй кәпір, ит тұмсықтанған түрің жаман, сірә арам боларсың деп жирене жүріп терісін сыпырып алғанына мәз болатын. Бертін келе ойбай, аюдың өті көп ауруға мыңда бір емекен дейтін үрдіс шыққалы жыртқыштың ішін ақтармалап, өтті бауырымен ойып алатынды, одан шипалы сұйықты тұз салынған шөлмекке құйып алуды үйренді. Әрі кетсе 7-8 жыл шамасы болса керек, мергеннің тағы бір топ аң қағып, қызық құрушыларға жолбасшы болғаны бар. Сол жолы ол алғаш рет аю етінің дәмін татып көрген. Қазақшасы көп қазақтан ілгерілеу тұрған Алексей дейтін бастық аюдың қара қуырдағын арақтың бастықысы орнына көмейлетіп отырып, әй қазағым-ай, анау адал, мынау арам деп жүріп қой, 1931-32 жылдары қақ жартыңның қырылып қалғандарың. Әйтпесе, бал татыған мына аюдың еті жылқының сараласынан кем бе? Қайта 41 шөптің басын шалып, өңшең шипалы өсімдіктердің тамырын тартып жейтін
Бұл жарықтықтың еті мен майы көп ауруға дәру емес пе? Әсіресе қолқа өкпе ауруларына таптырмайтын ем ғой деген сөзінен кейін оның майын шыжғырып, қара кесегінен қуырдақ қуырып жеуді үйренді. Үйренген жоқ-ау, дәндеп алған. Арқардың қара кесегі ғой деп балаларын, сонан соң жолдас жорасын ауыздандырған. Сонан соң аю етінің көп ауруға ем екенін айтуы мұң екен, бірте-бірте жөтеліп жүредім бір қуырдақтық аюдың етін берсін. Немесе асқазаным ауыра береді, бір шөлмек аюдың ертінді майы болса берсін дейтіндер көбейген. Баста емге деп татып көріп, бірте-бірте дәнігіп алғандар көбейген бұл кезде. Кенже ұл отарға ие болғаннан бері соның оны-мұны шаруаларына көмектесемін деп жүріп, соңғы бірер айдың беделінен бері қара жіпсіз байланғандай аңға шыға алмай қор болып жүрген. Мерген болып ат жалын тартып мінгелі өз отының басында екі тізгін бір шылбырын ешкімге ұстатып көрген кісі емес. 6-7 жыл бұрын ғой келін түсіріп керегені кеңейтіп дегендей отбасының иесі табылған соң көңілі жайланған мерген баласына бір күн өзінің аңға шыққалы отырғанын айтқан. Әке, енді қартайғанда таусағалап жар жағалайтындай аштан өліп, көштен қаламын деп жүрсіз бе? Бәленшекеңнің әкесі тыйым салынған аңды атқаны үшін түрмеге қамалыпты деген сөзге қалдырмақсыз ба мені? Деп ақылгөй, қамқор бола қалыпты. Үй болған соң үйдің иелігі маған көшті деп ойласа керек. Жетесіз неме? Оттама, деген бұл тас-талқан боп ашуланып. Жеттім деп, болдым-толдым деп билік айтпақ бедің? Ақылың асып бара жатса босағаңнан бүгін аттаған әйеліңе, ертеңгі дүниеге келер өз балаларың айтарсың. Одан асып бара жатса өз басыңа шайнап жақ. Бірақ маған айтпа, білдің бе? Көзім тірі тұрғанда өз ісіме өзім жауап беремін. Әгәр әке, мен үшін намыстанып жүрген болсаң, қатыныңды алда, қараңды батыр бұл жерден. Бұл үндемей құтылғысы келген жетесіз ұлдың жер жебіріне жетіп болған соң атына мініп жүріп кеткен. 3-4 күн тау кезіп, өзегін өртеп жатқан ұлға деген реніш өкпесін біршама ортайтып қайтқан. Қар түспей тағы бір барып келуім керек-ау деп жүргенде бірер апта бұрын құланның қасуына мылтықтың басуы дегендей колхоз орталығында тұратын құрдасы жетсін. Осынау жаққа күніне 100 рет сүзіле қарап, ойда қалып қырдағы салқын жайлауын аңсаған жылқыдай қыстығып жүрген шағына тап келгені. Солай да солай, құрдас, дейді. Аурулы болдың, азапты болдың деген әлі күнге дейін емі табылмаған жаман дерт жабысты. Шамасы, жаратушымның дәмің таусылды, ағайыныңмен асықпай қоштаса бер дегені болса керек. Қой екеш қойда өлерінде тұяғын бір серпіп өлуші еді. Менің де бұл жүрісім тұяғымды серпіп, айтып келген ажалға араша іздеп жүрген түрім. Тумысыңнан бері мойныңнан мылтығың түспеген мерген атың бар еді ғой. Көп дертке аюдың өті мыңда бір ем дегенді айтады жұрт. Арнап келсе ажал шіркіннің құрығынан кім қашып құтылған. Дегенмен шипасы табылса, жазылмас дерт жоқ дейтін сөз тағы бар. Жаратушы Алла еш нәрсені сыңар қып жаратпайтын еді. Адам баласы тәубасіне келіп Алланы есіне түсіру үшін кісіні дертті еткенде оның шипасында жаратады екен. Қайдан білейін? Бәрі де жалғыз жаратушының қолында ғой, дегенмен менің шипам сол аюдың өті сияқты болады да тұрады. Малым, жанымның садағасы, қалағаныңды ал да іздегенімді тауып бер, құрдас. Құрдас-ау, бір кезде таудан теріп жеп жүрген ризығыңды әлі тауысқан жоқсың ба? Шіркін, сен өле қалсаң осы өлкенің бараңы мен құсы жиналып, ұлан асыр той жасар еді-ау деп түйісуші едің. Шыбын жаның шырқырап келіп, көзіңе көрінген шақта көмек сұрап жеткен екенсің ғой. Жөн, бәйге жиреніңді белдеуіме байлап кетсең, 3 тәуліктен қалдырмай іздегеніңді тауып берейін, деген құрдастығын пайдалана әзілдеген болып. Бірақ ауданның қылғұйрықты атаулысынан алдына мал салып көрмеген бәйге жиреннен дәмесі де жоқ емес еді. Жаны қысылып дерт меңдеген кезін қойғанда, жай уақытта дүниенің бетіне көп қарай бермейтін мәрт шіркін, сұрағанын берсе береде салар деген пендешілік ой келген. Дәл осы сөзді айтпасаң сен құрдас боларсың ба? Бәрекелді, Ақжейде Ақпейіл досым-ай, алдымен аюды атайық, сонан соң шөлмекке құйып өтін әкелейік. Әнекей, содан кейін ғана қарымтаңның мән жайын жата жастана асықпай ойластырып көреріміз. Мен де бір сен үшін ғана деп атқа ер салғалы отырмын. Баяғы тұңғатып түс қашып дегендей ашбөрідей жортар жастықтың ауылынан адасып қалғалы қашан? Аюды да азаматтың аюы алар. Әйтпесе
басыңнан төмен қарай сауылдатып сары алтын қоямын десе де, аю аулайтын бізде қазір қайбір күй, қайбір қайрат қалды дейсің. Әншейін екеуміз бір жылдың төлі болып, жөргектен бері қарай сыралғы сыбайлас болған соң көңіліңді қимай, иә деп тұрмын. Болмаса мұндай өтінішті басқа айтса, оны орындамақ түгілі қолың құлағыма да апарттырармын ба деп, жасар жақсылығының салмағын алдын ала әдейі арттыра түскен. Тек құрдас өзіңнен өтінерім, істің оңтайы келіп сәті түскендей болса, әйтеуір аюды солатып еді деген сынық сөзді аузыңнан шығара көрме. Сүйкендерге қара таба алмай жүрген жұртты білесің ғой. Біреуі мерген сөйтіпті деп жоғары жаққа қарай қағаз түрте салсыншы. Айып ажынын былай қойғанда құйрығыңа шала байлап, неше жыл бойына есіңнен тандырар. Тойынан да, қызық думанынан да, ызы-қиқы тіршіліктерінен де, бәрінен қашып құтыла кеткен бір сәттерінде осы тауын, аяғын еркін көсіліп жатар осы үңгірін сағынған. Сағынғаны сонша қаладан келіп үйіне бір түнер түнеместен осында ат басын бұрған. Ерекше бір ынтызарлық пен сағынышпен аттанған. Кейде бұған бүкіл ғұмыры осы үңгірде өткенде елестейтін. Қырда жүрсін, ойда жүрсін, әлденені есіне алғысы келсе, немесе таудан тасқа арқардай секірген сонау бір шақтарын ойына оралтқысы келсе, көз алдына алдымен осы үңгірі келер еді. Бірақ осы үңгірінде тұрақты мекен теуіп, ең ұзақ паналаған уақыты сонау бір естелікке айнала бастаған соғыстың соңғы жылының қысы еді-ау. Оқыған Роза Сұлтаналиева.